Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadırlı cemaat, bizдің бүгінгі taqribimiz barlığımızның отбасымызда ол немесе қыз өсіп келе жатқан перзенттеріміз бар. Бұл перзенттердің тәрбие алатын екі жері бар. Бұның біріншісі біз әке-шешелерден алынатын болса, екіншісі ұстаздардан алынады. Яғни мектепте, колледжде және университетте. Енді біз мұсылмандар бір амалды істеуден бұрын Құран-ы Кәримде бар ма? Екінші бір нәрсені істеуден бұрын бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетінде бар ма деп ойлануымыз керек. Біз өзіміздің ұрпағымызға тәрбие беру үшін тек қана айтып қана қоймай, бұл амаллардың барлығын амалымызда да істеуіміз керек. Неге? Біз үйде отырып баламызға ысырап қылма, суды бекерге ағызба деп өзіміз таң атқаннан кеш батқанға дейін телефон шұқыласақ, немесе телевизор көріп отыратын болсақ, біздің де баламыз суды ағызбаса ағызбайтын шығар, бірақ уақытын телефонменен, телевизорменен, компьютермен бос өткізу үйренеді. Неге? Себебі біздің сөзімізде суды ағызу ысырап, бірақ амалымызда уақытты босқа өткізу ысырап емес болған бір ұғым болып қалады. Соның үшін бүгінгі тақырыбымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның асхабын, яғни өзіне сенген сахабаларды тәрбиелеуден бұрын оны өзінің амалында көрсеткен жайлы сөз қозғауға тырысамыз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға уахи келді. Уахидің алғашқы айлары еді. Бұл ашықтан бір уағыз болу керек еді. Білесіздер, барлығымыз қуансақ, немесе қайғырсақ, бірінші туысқаннан бір медеу күтіп отырамыз, медет күтіп отырамыз. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам дастархан жазды. Ішіп жеді, өзінің Құрайш қауымына орнынан тұрды, Сафа төбесіне шықты. Бұлай деді: "Ей қауымым, мені тыңдаңдар. Егер мен сендерге осы Сафа төбесінің арқасында атты әскерлер тұр десем, олар бізге шабуыл жасайын деп жатыр десем, маған сенесіңдер ма?" деді. Ол жердегі барлық айтты: "Біз сенеміз" деді. Неге? Себебі сен өтірік айтпадың, сенің амалыңда өтірік айту жоқ деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Олай болса мен Мұхаммедпін, Алланың соңғы пайғамбары, әрі дінін алып келген елшісімін, маған сеніңдер, Алла бір" деді. Сонда ол жерде сенгендердің саны өте аз еді. Сенбегендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір минут бұрын сен шынайысың деп тұрған еді, бір минуттан кейін сен өтіріксің деді бастады. Біз бұдан нені көргіміз келеді? Бізге бір адамның сену үшін, бізге бір адамның балдарын аманат қылып сеніп, менің баламды оқытып бер деу үшін, немесе біз өзіміздің балдарымызды тәрбиелей білуіміз үшін бірінші өзіміз шыншыл болуымыз керек екен. Біздің сөзімізде өтірік болатын болса, бала шағамыз бізден тәрбие ала алмайды екен. Егер бір ұстаз, профессор, доктор болатын болсақ, біздің туралықтағы бір әдебіміз болмайтын болса, ол біздің айтып жатқан мағлұматтарымыз тыңдап отырған оқушыларға бір әдеп, бір білім болып есептелінбейді екен, қадірлі жамағат. Соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бүкіл амалында өзі бірінші амал етті, сосын барып сахабаларына үйретті. Бәдір деген соғыс болды. Мәдина қаласына мұсылмандар келгенде мүшриктермен алғашқы бір соғыс болды. Мұсылмандар Алланың қалауымен бұл соғысты ұтты. Ұтқан уақытта мұсылмандардың қолына 90-ға жақын бір тұтқындар келді. Бұлардың барлығы мүшрик, дінсіз. Сонда білесіздер, тұтқындар қалай ұсталынады? Бір үлкен бір зонаға кіргізіледі, барлығын қолтап қояды. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам олай істеген жоқ. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хадис шарифта айтады: "Мен мархамет, мейірім пайғамбарымын. Мен біреуді өлтіретін пайғамбар емеспін" дейді. Сол сияқты бұл Бәдір соғысындағы түскен тұтқындарды не қылды? Сахабалардың үйлеріне жіберді, қонақ қылып. Мақсат мұсылмандардың қалай өмір сүріп жатқанын, қалай ғибадат қылып жатқанын, қалай тыныш бір өмірде жүректерінің тыныштығымен өмір сүріп жатқанын олар көрсін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзі соғысып тұрған болса да ол адамдарды осылай жіберді. Мақсат мұсылман қылу, мақсат адам өлтіру емес, мақсат біреуді діннен суыту емес еді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның істеген өте керемет амалдарының бірі. Малик бин Хувайрис радиаллаху анху айтады: "Біз, менің өзімнің қатарымдағы 10-15 адаммен
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанына ілімді үйренуге, дінімізді үйренуге бардым дейді. Пайғамбарымыздың жанында 20 күндей қалдым дейді. 20 күннің ақырында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің үйді сағынғанымызды көрді, бізге айтты. Үйлеріңде кімдер бар деді. Біз айттық, қары әке-шешеміз бар, кішкентай бауырларымыз бар деді. Олай болса, менен үйренгендеріңді отбасыларыңа барып, менің үйреткенім секілді үйретіңдер. Және де артық қылып алмаңдар. Жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар деп бұйырды. Бұл дегеніміз не? Енді жүрегі исламға жылынған бір адамға біз отырып, бірденне намаздың парыздары, оразаның парыздары, қажылықтың парыздары деп бірденне дінді ұқтыруымыз қиын. Неге? Адам баласы бір нәрсені бірденне үйреніп алмайды. Жай-жай үйренеді. Сол жақта бір әдетті де бірденне арақты, шарапты, сигаретті тастап кету қиын. Жай-жай тастаса болады. Бірақ біз кейбір уақытта бүкіл нәрсені бір адамға үйретеміз деп, немесе бір оқушыға бүкіл мағлұматты үйретеміз деп, немесе өзіміздің ұл перзентімізге бір күнде бүкіл тәрбиені үйретеміз деп, баламызды, оқушымызды өзімізден суытып алуымыз әбден мүмкін. Бұл нәрсеге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рұқсат бермеген екен, қадірлі жамағат. Және де сахаба-и керамдар айтады, Анас радиаллаху анху, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарларға және мұхажирлерге, меккелік және мәдиналық мұсылмандарға өзінің жанына жақын тұруларын бұйырады екен. Мақсат не? Намазды Пайғамбарымыздан бірге-бір үйренсін деген мақсат. Сол сияқты біздің жұмысымыз үйде мынаны істеп қой деп кетіп қалу емес, соны бала-шағамызға істеп көрсету және олар біз секілді істеуіне көңіл бөлуіміз керек екен. Сол сияқты мұғалім болдық па, мына кітапты ашып, мынаны оқып келіңдер емес, бұны қайтып оқуды, басының соңының не екенін барлығының сізбенен біз білуіміз керек, қадірлі жамағат. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айттық, бір амалды өзі бірінші істеп, сосын үйрететін еді. Абу Малик әл-Ашари радиаллаху анху қауымының алдына барды, былай деді: "Ей қауымым, бесін уақытына мешітке жиналыңдар. Мен сендерге Мәдинада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды бізге үйреткені секілді, сендерге мен намазды үйретемін" деді. Қараңыздар. Әйелдерді де жинады, балдарды да жинады. Дін дегеніміз, әдеп дегеніміз, тәрбие дегеніміз тек қана еркектерге емес, әйелдерге де болу керек, балдарға да болу керек. Соның үшін мешіттегі әңгіме мешітте қалып кетпеу керек. Үйге барып, әйелімізге, қарындасымызға, қызымызға ислам дінінде тәрбие былай екен. Ислам діні дегеніміз мейірім діні екен. Ислам діні дегеніміз кеңшілік екен деп біз үйретуіміз керек. Сонда қауымы жиналды. Бесін уақыты келді. Бесін уақыты кіруден бұрын Абу Малик әл-Ашари жақсылап дәрет алды. Дәрет алғанда бүкіл денелеріне судың тиюіне мән берді. Дәрет алып болғаннан кейін қыблаға қарады. Зәуалдан кейін бесінің уақыты кірді. Аллаху акбар деп азанды шақырды. Азан шақырғаннан кейін бірінші өзі, сосын еркек жамағат балиғатқа толған, одан кейін балиғатқа толмағандарды сапқа тұрғызды, сосын әйелдерді сапқа тұрғызды. Және де өзі қамат айтты, намаз оқыды. Қараңыздар, үйреткенде. Отырып алып бір жерде намаз дегеніміз сыртқы 6, ішкі 6 парыздан тұрады деген жоқ. Келіңдер деді. Мен сендерге намаз оқиын, Пайғамбарымыздың үйреткен секілді, сендер де маған ұйыңдар, мен секілді оқыңдар деді. Қараңыздар. Әдеп мені. Өзіміз істейміз, істеген амалымыз туралы ғана біреуге пікір білдіруіміз керек екен. Істемедік па, біздің пікір білдіруіміз рұқсат болып есептелінбейді екен, қадірлі жамағат. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені үйреткен уақытта айттық қой, лестница сияқты үйретеді. Біз бірінші лестницаны тешпішекті баспай тұрып, екіншісіне шыға алмаймыз. Сол сияқты бір үкімді үйренбей, екінші бір үкімге өте алмайды екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз бин Джабалды Йеменге жіберетін кезінде бұлай бұйырды: "Ей Муаз, сен баратын жер әрине әхлі кітап. Әхлі кітапқа сен бірінші Алла тағаланың бірлігін және менің пайғамбар екендігімді үйрет" деді. Егер осыған сенетін болса оларға намаздың парыз екенін үйрет деді. Егер намазға да сенетін болса, оларға байлардан алынып, кедейлерге берілуі керек болған зекеттің парыз екенін үйрет деді. Және де зекет малдарын алып жатқан уақытта олардың қымбат мал мүліктеріне тиме. Ең соңғы өсиетім деді, мазлум, зұлымдықтың қарғысына қалма деді. Неге? Себебі бір зұлым көрген адаммен
Алла тағаланың арасында ешқандай да бір перде жоқ деді. Қараңыздар. Бұл жерде не үйретіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Бір адамға дін түсіндірілгенде, бір адамға бір әдеп түсіндірілгенде, бір адамға бір ілім үйретіліп жатқан уақытта, бірінші кіріспесі, сосын тақырыбы, сосын бұл ілімнің мақсаты, сосын барып білімге бір кіріс болса, немесе әдеп үйретіліп жатқан болса, бірден не қалай намаз оқуды емес, бірінші мешітке қарай кірілу керек екен. Осыны үйретіп отырсақ, бізге нұр үстіне нұр болады. Біз балдарымызға оң қолмен тамақ жеуді үйретпей жатырмыз. Үлкенді көргенде орнынан тұрып амандасуды үйретіп жатқан жоқпыз. Немесе Алла тағаланың үйі болған мешіттерге кіргенде ғайбаттан, дүниеви амалдардан ұзақ тұруды үйретіп жатқан жоқпыз. Егер бұны ең бастапқыда үйімізде үйретсек, сосын колледждегі, мектептегі, университеттегі ұстаздар бұны жалғастырып үйрететін болса, біздің ұрпақтарымыздан салих ешкім болмайды екен, қадірлі жамағат. Жүндеп бин Абдуллах радиаллаху анху былай дейді: біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында едік. Бізге Құран жаттаудан бұрын, Құранды үйренуден бұрын иманды үйретті. Біз иманды үйренгеннен кейін Құран оқуды үйрендік. Құран оқуды үйренгеннен кейін біздің иманымыз күшейді дейді. Қараңыздар. Барлық нәрсенің исламда өзінің деңгейі бар. Исламның 5 шарты болса, Аллаға иман, намаз, ораза, зекет, қажылық. Иман жоқ болғаннан кейін мына 4-еу қысапталынбайды. Ал бірінші иманымыз кәміл болды ма, мына 4-еу бізге иншаллаху таала қиямет күнінде тозақ азабынан қорған болады, қадірлі жамағат. Абу Абдурахман ас-Сулами айтады: біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Құран үйренген кісіден Құран үйреніп жүретін едік. Ол кісі бізге бұлай айтатын: біз пайғамбарымыздан бір 10 аят үйренетін едік. Сол аятқа амал етпей тұрып, басқа бір аятты пайғамбарымыздан барып алмайтын едік дейді. Яғни, біз бүгін бір мешітте отырдық, керемет бір уағыз тыңдадық. Яғни, уағыздың мақсаты, тақырыбы отбасыдағы ауызбіршілікті сақтап қалу. Отбасыдағы ауызбіршілікті сақтап қалу туралы аяттарды жаттап, амал қылмағанша басқа бір аятқа өтпейміз. Соның үшін қадірлі жамағат, біздің дінімізде иман мақсатында Құранды жаттау, Құранға амал қылу, және де Құранды бекерден бекер тек қана жаттау емес, толық сомен өмір сүру біздің дінімізде бар нәрсе екен, қадірлі жамағат. Үшінші бір мәселеміз бар. Дінді түсіндіргенде, немесе үйде бала шағамызды ұрысқан уақыттарымызда, бала шағамыздың ығырын шығарып жіберетіндей, немесе бізді тыңдап отырған жамағаттың оқырмандарын ығырын шығарып жіберетіндей, күнде тұрақты түрде ол кісілерге ақыл айту пайғамбарымыздың әдебі емес екен. Неге деген уақытта Абу Муса айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біреуді бір жерге жіберетін уақытта былай айтады екен: сүйінші айтыңдар, жаман хабар айтпаңдар, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар дейді екен. Сол сияқты Абдуллах ибн Масуд айтады: мен әр бейсенбі күні бір мешітте уағыз беретін едім. Бізде де бейсенбі сабақтары болады, дүйсенбі сабақтары болады, уағыз беретін. Сонда бір кісі менің уағыздарыма тамсанып былай айтты: ей Абдуллах ибн Масуд, бізге сен күнде уағыз берсең, біз де сені рахаттанып тыңдасақ деген уақытта Абдуллах ибн Масуд былай деді: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге күнде уағыз айтқанын көрген жоқпын. Біз қашан тыңдауға мұқтаж болғанымызда, қашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды тыңдағымыз келгенімізде, сол уақытта ғана пайғамбарымыз бізге ақыл, насихат айтатын еді. Яғни, бала шағамыздың ақыл тыңдауға мұқтаждығы бұл керек болып тұрған болса, бір ақыл оған керек болып тұрған болса, сол уақытта біз айтсақ оған ақылды, ол біздің насихатымыз алады екен. Бірақ күнде баламыз көргенде, сен оңбағансың, сенен адам болмайды, сен кімсің, немесе оқушыны көрдік, кіріп келді, сен адам болмайсың, сен оқымайсың, сенің басың істемейді. Бұл мәселені тұрақты түрде айтқан мотивация жағынан ұрпақтарымызды өлтіріп қояды екен. Қараңыздар, пайғамбарымыз сахабаларына қалай уағыз айтады екен, олардың тыңдағысы келген уақытында ғана. Бұл керемет бір пайғамбарымыздың бізге көрсеткен бір әдеп екен. Муаз бин Джабал радиаллаху анху айтады: бір күні кешке жақын бір мешітке кірдім, намаз оқуды бастадым. Бақара сүресін оқығым келді, Фатихадан кейін. Алиф лам мим заликал китаб деген аят кәриманы оқуды бастадым дейді. Аятты жалғастырдым. Бірінші ракаттан кейін жамағатымнан бір кісі шығып кетіпті. Неге? Менің ұзын сүре оқығанымды естіп, пайғамбарымыздың жанына жүгіріп барып: ей Алланың елшісі, бұл Муаз
kешкі намазды өте ұзын оқып жатыр. Себебі біз азаннан кешке дейін түйемізді үстіне су қойып, су тасып күн көреміз дейді. Су тасып күн көреміз. Қиналамыз, шарсаймыз. Бірақ жамағаттың да сауабын өткізіп алғымыз келмейді. Бірақ жамағатқа барсақ бізге ұзын намаз оқып жатыр. Егер біз ол намазда тұратын болсақ, азанда жұмысқа жарамаймыз. Ал азанда жұмысқа бармасақ, бала шағамыз аш қалады. Бұл Муаздың істегені дұрыс па деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ей Муаз, сен неге фитна шығарып жатырсың? Фитна шығарма. Уаддухан оқы, уашшамсид оқы. Осы сүрелерді оқысаң болады" деді. Неге? Құр'ан-ы Кәрімде "Уақрау ма таяссара минал Құр'ан", яғни Құр'ан-ы Кәрімнен өздеріңе жеңіл болған аяттарды оқыңдар деген бір дәлел бар. Біз бұдан нені білеміз? Бір жерде ақыл айтып жатқан уақытта, бір жерде уағыз айтып жатқан уақытта, немесе өзіміздің ұрпағымызға тәрбие беріп жатқан уақытта, олардың шаршап тұрғандығына, немесе миында бір нагрузка бар ма жоқ па, бір дүниеви қайғысы, уайым бар ма жоқ па, соған қарап, сол жағдайға қарап, біз не дінді үйретуіміз керек, немесе соған қарап, ақылымызды айтып, тәрбиемізді беруіміз керек екен. Қадірлі жамағат, біз бүгінгі тақырыбымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның асхабына қалай мәміле қылғанын, және де қалай тәрбиелегенін, және де дінді үйретіп жатқанда діннен қалай суытып алмау керектігін үйрендік, естідік. Енді осы естігендерімізге Алла тағала баршамызға амал етуімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.